Лайфхак формула. Ерік-жігермен күресу кімге де болсын оңай соқпайтыны анық. Дегенмен, әдет қалыптастыру процесін жеңілдететін бір формула бар. Өте қарапайым, бірақ әдетте қатты көмектеседі. Әрекетті 100 рет көбейтеміз. Тең болады нәтиже. Яғни бұл формула қалай жұмыс істейді? Мысалы, сіз фитнеске жазылып қойғансыз, бірақ барғыңыз келмейді. Сол кезде ойланып, осы әрекетіңізді 100-ге көбейтіңіз. Яғни фитнеске 100 рет барсаңыз, қандай нәтиже алатын едіңіз? Ойланыңыз. Мен Абылай 100 рет фитнеске барсам, аптасына 3 реттен барсам, айына 12 рет. Сонда 100 рет фитнеске бару дегеніміз 10 ай үздіксіз жаттығып отыру ғой. Мәссаған, мен 10 ай фитнеске барсам денем шығып, сымбатым артып, нағыз красавчик боламын ғой деген ой автоматты түрде келеді. Бұл жерде сіздің қызығушылығыңыз артады да бүгінгі жалқаулығыңызды жеңетін ерік-жігер пайда болады. Шынымен де ойлап қараңызшы. 10 айдан кейін кім болатыныңыз, қайда, қандай болатыныңыз бүгінгі әрекетіңізге байланысты. Егер нәтиже сізге ұнап тұрса, неге бүгін осы әрекетті жасамасқа? Қызығушылық сылтауыңыздың жолын байлайды да бірден іске көшесіз. Бұл формуланы өмірдің басқа да аспектілерінде қолданып көруге болады. Генератор әдеттер. Бір уақытта 4 әдеттен артық қалыптастырмаңыз. Әдет қалыптастыру деген тақырып айтылса, бір уақытта қанша әдет қатар қалыптастыруға болады деген заңды сұрақ туындайды. Бұл процесте бір әдет аз, бірақ 4-тен көп болмағаны дұрыс. Ең әдемісі 2 немесе 3 әдетті қатар қалыптастыру. Дегенмен генератор әдеттер деген түсінік бар. Генератор әдеттер өзінің артынан басқа да әдеттерді тартып алады. Егер әдет қалыптастыруды қолға алсаңыз, осы генератор әдеттерден бастаңыз. Мысалы, дұрыс ұйықтау, генератор әдет. Қазір көп адам түнгі 12 сағат 1-ге дейін ояу жүре беруге үйреніп қалған. Ал дұрыс ұйықтауды қолға алған адам түнгі 22:30-23:00 шамасында ұйықтап қалады. Енді сіз уақытлы ертерек ұйықтауды қолға алдыңыз деп ойлайық. Ерте ұйықтаған адам не істейді? Әрине, автоматты түрде ерте тұра бастайды. Алғашқы кездері 1-2 аптаға дейін ерте тұрмауыңыз мүмкін. Бірақ біраз уақыт өткен соң қалай ерте оянатын болғаныңызды өзіңіз де байқамай қаласыз. Ерте ұйықтадыңыз, ерте ояндыңыз. Ал ерте оянған адам не істейді? Жазуын жазады, су ішеді, жаттығу жасайды. Артық 1 сағаты пайда болған соң кітап, пайдалы ақпарат оқи бастайды. Таңғы асын уақытлы, тұрақты ішеді. Көрдіңіз бе? Бір ғана әдет өзінің артынан қаншама әдеттің қалыптасуына әсер етеді. Спортпен айналысу да генератор әдет болып саналады. Спортқа көңіл бөлген адам ақырын дұрыс тамақтану туралы іздене бастайды. Спортпен шұғылданған адам сергек болады. Мысалы, таңертең ерте жүгірсеңіз, түнде де ертерек ұйықтап қаласыз. Қазір миымыз шаршағанмен денеміз шаршамай қоймайды. Сондықтан ерте ұйықтау көп адамға қиын. Ал жүгіріп, физикалық тұрғыда күш жұмсаған адамның шаршайтыны анық. Сол себептен тез ұйқыға кетеді. Осылайша режиміңіз бен ұйқыңыз да реттеледі. Генератор әдеттердің қатарына дұрыс тамақтануды жатқызамыз. Кешкі 6-дан кейін тамақ ішпесеңіз, ұйқыңыз дұрыс болады. Таңертең ерте әрі жеңіл болып оянасыз. Яғни бұл бір шеңбер сияқты. Бір әдеттер өзінің артынан автоматты түрде жаңа әдеттерді қалыптасуына әсер етеді. Жаттанды әлсіздік, қорқыныш психологиясы. Біздің әрбіріміздің бойымызда жаттанды әлсіздік бар. Миымыз кейбір дүниелерді мен әлсізбін, менің қолымнан келмейді деп шешім шығарып жаттап алған. Мысалы, ерте кезеңдерде қателесу адамның өмірінде үлкен қауіп төндірді. Адамдар әлі сөйлей алмайтын тас ғасырында азулы аңдардың апаны бар екенін
ұмытып кету өлімге алып келетін еді. Сол секілді жеуге болмайтын жемісті де жеп қойса ажал құшады. Ол заманда қателесудің жазасы тым ауыр болатын. Бірақ қазір олай емес. Бала күнімізде байқамай шай төгіп алу үлкен қателік болатын. Байқамай төгіп алсаңыз, бір жеріңізді күйдіріп алуыңыз мүмкін. Не болмаса, үлкендерден ұрыс естисіз. Ал қазір олай емес қой. Егер шай төгіп алып жатсаңыз, күйіп қалмау үшін қолыңызды алып үлгересіз. Төгіп алғаныңыз үшін ешкім сізді ұрыспайды. Жай ғана өзіңіз орнын сүртіп ала аласыз. Дегенмен біздің бейсанамызда қателесу қауіпті, қателесуге болмайды деген сенім қалыптасып қалған. Мүлдем жасамай қою да қателік. Қойшы, осыны істемей-ақ тыныш жүре берейін деп айтуға болмайды. Бұл адамның дамуына, өсуіне, өмірінің сапасына кері әсер етеді. Қазір көп адамның айтып жүргені өте дұрыс. Қателесуден қорықпау керек. Қателесу норма. Осы мидағы шектеулер туралы ғалымдар шегірткелерге тәжірибе жасайды. Әлі өспеген, табиғатынан әлсіз, кішкентай шегірткені үлкен шегірткемен төбелестіреді. Бірақ ғалымдар сол төбелестің алдында үлкен шегірткені әдейі әлсіретіп, аш күйінде ұстайды. Әрине, денесі үлкен болса да, қолдан әлсіздендірілген үлкен шегірткені жеңеді. Екінші ретте, үшінші ретте кішкентай шегірткені әдейі жеңдіреді. Төртінші ретте шынымен де үлкен әрі күшті шегірткені жібереді. Сенесіздер ме? Бұл жолы да кішкентай шегіртке үлкен шегірткені жеңеді де кетеді. Бұл жеңіс не әсер етті? Кішкентай шегіртке мықты болып кетті ме? Жоқ, бар болғаны оның сенімділігі күшейді. Жеңе алатынын түсінді. Жаттанды әлсіздіктен құтылған соң шынымен де жеңіске жетті. Сіздің ішіңізде қандай жаттанды әлсіздіктер бар? Өзіңізге не нәрсеге шектеу қойдыңыз? Ойланып көріп, осы бағыт бойынша кішкентай болса да жасанды жеңістер ұйымдастырыңыз. Әлсіздік танытқан жағанда қорқыныш туындыратын тұстармен жұмыс істеңіз. Бір бала мектепте өте нашар оқиды. Қалай үйретсе де ештеңе қонбайды. Мұғалімдердің мектепте қайта-қайта шақыртып, сіздің балаңыз топас, болмайды дегеннен ата-анасы да шаршап кетеді. 2006 жылы барлық бітірушілермен бірге осы америкалық балада ең қиын САТ тестісін тапсырады. Нәтижесінде өте жоғары ұпайға қол жеткізеді. Мұғалімдер түгілі ата-анасы да балаға сенбеді. Сен көшірдің немесе бір құйтырқы әрекет жасадың деп баласын кінәлайды. Бұл баланың өзі үшін де бір таңғажайып оқиға еді. Қалай үздік тапсырып кеткенін өзі де аң-таң. Себебі көшіргісі келсе де көшіруге мүмкіндік болмаған еді. Қалай алып қараса да ең қиын деген тесттің өзінен бала жоғары көрсеткіш алды. Ауыр емтиханнан күшті нәтиже көрсеткен соң ата-анасына да баланың өзіне де шынымен де білімді болып тұрмын ғой деген сенім қалыптасады. Тегі үздік нәтижесімен жас жігіт ең үздік университеттің біріне түседі. Сол жерде де өте жақсы нәтижемен аяқтайды. Кейін ол танымал әрі ірі кәсіпкер болып қалыптасады. Мектеп кезінде басына білім қонбаған баланың мұндай үлкен жетістікке жеткеніне таңғалатын адамдар көп еді. Ғалымдар бұл жетістіктің сырына қаныққысы келіп зерттеу жүргізеді. Сонда дәл сол 2006 жылы емтихан базасында қате кетіп, бір адамға жүйенің өзі қателесіп 100% нәтиже беріп жібергені анықталады. Шын мәнінде бала ақылды емес еді. Бірақ миындағы жасанды әлсіздіктен құтыла салысымен ол топ жарды. Мықты жетістіктерге жетті. Әлсіздік тек біздің басымызда ғана. Одан құтылуға болады. Жоғарыдағы шегірткенің мысалы да, мықты бизнесмен оқиғасы да осыған дәлел. Адамдармен танысуға қорықсаңыз, әрекет жасап көріңіз. 2-3 рет жасаған соң бұл соншалықты қорқынышты емес екені көзіңіз жетеді. Адамдармен танысу жеңіл, үйреншікті болып кетеді. Осыған дейін жақсы әдеттерді қалыптастыруды қаншама рет бастап тастап кеткен болсаңыз да уайымдамаңыз. Соңына дейін жеткізе алмаймын, өзгеруім қиын деу миыңыздағы жасанды әлсіздік қана. Керек болса өзіңізге қолдан жасанды жеңістер ұйымдастырыңыз.
Жаңа әдет қалыптастыруға көмектесетін әдістер: маңыздылық беру, қадағалау, айна терапиясы, кедергілерді азайту, амал жасау. Коуч-кеңес. Негізгі қадамдар. Маңыздылық: осы әдетті қалыптастырамын деп айту оңай ғой, бірақ сіз үшін бұл қаншалықты маңызды? Осы сұраққа арнайы жауап іздеп жазып көріңіз. Бұл әдетті қалыптастырып өзгеру үшін нені қысқартуға дайынсыз? Мысалы, темекі шегетін адам одан құтылу үшін темекі шегетін достармен кездесуді азайту керек. Дұрыс тамақтанғысы келетін адам өзінің сүйікті мейрамханасына баруды қысқарту керек. Қадағалау. Кез келген мәселені қадағалау оның дамуына алып келеді. Салмақпен проблема болса, күн сайын таңертең салмағыңызды жазып жүріңіздер. Бұл маңызды. Ол қалай жұмыс істейді? Англияда артық салмағы бар адамдарды жинап, 2 топқа бөледі. Бірінші топтағы адамдарға 40 күн уақыт беріп, сіз салмақ тастаңыз деген тапсырма береді. Екінші топта күнде таңертең салмағыңызды өлшеп, мына қағазға жазып отырыңыздар деп айтып үйлеріне жібереді. Зерттеу нәтижесі қалай болды дейсіздер ғой? Ең қызығы, 40 күннен кейін салмақтарыңды өлшеп жазып жүріңдер деген топтың 87% салмақ тастаған. Ал артық салмағынан арыл деген тапсырма беріп жіберген адамдардың 20% ғана нәтиже көрсеткен. Айна терапиясы. Сізге не ұнамайды, онымен жұмыс істеу керек. Мысалы, өзіңізге айнаға қараған кезде не ұнамай тұр? Соны саралап, өзгертуге күш салыңыз. Артық салмағыңыздың жасыңыздың үлкейтіп тұрғанын ұнамаса, арылуды бастаңыз. Бетіңізде түрлі дақтар, мәселелер болса, косметологқа барып, тазартудың амалын жасаңыз. Терапияны басқа да сферада қолданып көріңіз. Айнаға қарағанда өзіңізді толық көре аласыз ғой. Сол секілді өзіңізге шынайы қарап, сізге ұнамайтын қасиеттеріңізді жазып шығыңыз. Жеке даму бойынша сізге не ұнамайды? Қандай әдеттерден арылғыңыз келеді? Қандай кемшіліктеріңіздің көзін жояр едіңіз? Қай қабілеттеріңізді дамытасыз? Жазып шығыңыз. Кедергілерді азайту. Мақсатыңызға жеткізетін жолда сізге кедергі келтіретін триггерлерді шектеңіз. Мысалы, темекі шегудің қойғыңыз келіп жүр. Ал күнде жұмыста қасыңыздағы 2 әріптесіңізбен бірге үзілісте темекі шегу әдет болып қалған. Күн сайын үзіліс уақыты келгенде немесе сол әріптестеріңізді көргенде ми өзінің жаттанды қылығына қарай тартады. Сіз сол жатталып қалған әдетті ауыстырыңыз. Үзілісте басқа бір ермек табыңыз. 2 әріптесіңізбен уақытша азырақ қарым-қатынас жасауға тырысыңыз. Барлығының амалын табуға болады. Есесіне, мақсатқа жетуге бір қадам жақындайсыз. Жай ғана бастап кетіңіз. Бастап кету жеңістің бір бөлігі. Шексіз жоспарлап жүре беруге болады. Амалдар ниетке байланысты деген хадисті естіген боларсыз. Алғашқы қадамды жасасаңыз, жол өзі ашыла береді. Бастаған адам ғана нәтижелі болады.